Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен ерекше дәмді баклажан орамасын немесе орысша айтқанда тещин язык жасайтын боламыз. Ол үшін бізге нан қиындылары, сарымсақ, жұмыртқа, баклажан, қызанақ және майонез қажет. Ең алдымен баклажанымызды жуып тазалап алып, дәл видеодағыдай ұзын кесектерге бөліп кесіп аламыз. Баклажанымызды осылай тегіс біркелкі етіп турап алған соң, жұмыртқамызды жарамыз. Жұмыртқа бізге 3-4 дана қажет болуы мүмкін. Ол баклажанның санына байланысты. Жұмыртқамызды жарып алған соң, оған тұз салып, жақсылап араластырамыз. Енді кезекте турап алған баклажанымызды жұмыртқамызға дәл видеодағыдай тек бір бетін ғана малып аламыз. Одан соң оны нан қиындылары, яғни панировочный сухариға батырып аламыз. Тек бір бетін ғана жасауымыз қажет. Екінші бетіне жасау қажет емес. Баклажандарымызды табамызға салып дайындап алған соң, қызып тұрған пешке 180 градуста 20 минуттай уақытқа қалдырамыз. Одан соң жуып тазалап алған қызанағымызды ортасынан екіге бөліп, осылай бірнеше бөліктерге жіңішке етіп кесіп турап аламыз. Ал енді баклажанымыздың соусын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге майонез қажет. Майонезге осылай тазалап алған чеснокты майдалап күштен өткізіп қосамыз. Және де оған қалауларыңызға қарай бұрыш қоссаңыздар да болады. Барлығын қосқан соң жақсылап араластырып, 10-15 минут уақытқа қалдырамыз. Салат жапырағымызды жуып тазалап, осылай бірнеше бөліктерге бөліп кесіп дайындап аламыз. Баклажанымыз біздің пісіп дайын болды. Оның бетін ештеме жағылмаған жағына соусымызды жағамыз. Соусымызды біркелкі тегіс жаққан соң, үстіне салат жапырағын қоямыз. Оның үстіне қызанағымызды қойып, орамамызды дәл видеодағыдай орап аламыз. Барлық баклажанды дәл осылай осы ретпен орап дайындап шығамыз. Баклажан орамамыз өте дәмді болып шықты. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.